Қалайсыңдар? Бүгін 21-ші күн. Бүгін тоже бір күшті нәрсе айтқым келіп тұрды. Қараңдаршы. Бұл нәрсе жастардың үшін 16-дан 22, 23, может 25 жас аралығындағы жастардың прям қателесетін нәрсесі. Көп жастар қателеседі. Мен де кезінде қателескем. Не нәрсе ол да? Прям ол сендерді успехтан кәдімгідей алшақтатады. Жету қиын болады, жету ұзақ болады, ерте болмайды. Сені прям андай, саған ограничение қояды сол нәрсе. Білесіңдер ме, ол не нәрсе екенін? Ол нәрсе біздің басымыздағы чувство и сезім и ой, что біз пока жаспыз деген ой ең жаман ой жастардың. Олар ойлайды, қараңдар енді, мынандай да, мен пока жаспын. Маған әлі ерте да 16-да, 18-де, 20-да да. Мен әлі жаспын, успею әлі, қыдырып алу керек, бүйтіп алу керек деген сияқты әңгімелер айтылады да. Потом, допустим, сен сөйтіп өмір сүрдің да, бірінші курсқа түстің, так маған қыдырып алу керек, ішіп алу керек, қыздарға қарап келу керек, мына көру керек бәрін, потом ертең семьяда болғанда менде опыт болады, анау, мынау. В общем, сондай бір не бар да, мнениелер, көп нәрсе. Ішіп алу керек, қазір ішпесем, өскенде ішіп кетемін. Сондай бір странный бір ойлар бар. Қазір өмір сүріп алу керек, пархат ету керек деген сияқты. И сол нәрсеге айтайды. Қара, если сен сондай жолмен жүрсең, что қазір қыдырып алу керек, пока жас кезде ше. Потом қазір жас кезде қыдырып алсаң, потом ертең 30 жасқа келген кезде сен пахат етесің. Потому что сен жас кезінде уже қыдырып тастадың да оның барлығын. И сен тұрасың да өзің жақсы көрмейтін жұмысына жұмыс жасайсың. Потому что сенде уақыт болды, пока сен жас кезде сен орнығым алып, фундаментті құйып, тамырынды жайып, бір жерге сіңісіп кетіп, өз ісіңді табуға сенде іздеуге уақыт болды да, бірақ сен оны пархат етіп, ішуге, қыдыруға, қызға баруға бүкіліне құрып тастадың да оның барлығын. И сен тұрсың да енді уже бәрін етіп, қыдырып жүрген кезде сен 24-ке, 25-ке келесің, 27-ке келесің, универ бітіресің, саған диплом береді. Болды. Дальше сен ағаспен кетесің да, болды. Енді қара, сол кезде сен асасың, мен не істедім осы жылдары деген сияқты. Қазір, допустим, сосын сол кезде тұрасың да, потом айтамын қазір дегенде. Сосын тұрасың да, мен не істеп қойдым, сосын тұрасың да, сразу жұмысқа кіру керек болады. Үйге айтады, саған жұмысқа кір, оқу бітірдің ғой, жұмысқа кір деген сияқты, жұмысқа кіргізеді, танысқа. Мен сөйлесіп қойдым кіммен, соның жұмысына кіршеш, айтып қойдым, таныспен, анау-мынау деп, кіреді көбісі. Потом саған просто ойлануға уақыт болмайды. Сен өзісің, білмей айналысып жатсың ба деген сияқты. Саған выбор жоқ та уже. Сен потому что когда реализация болатын кезде, сен тұрдың да оған қыдырып тастадың да, потом сенде уже выбор жоқ, сенде уақыт та жоқ оны іздеуге, өзіңе копать етуге. Саған ақша копать ету керек, жұмыс істеу керек деген сияқты. Сен тұрасың да любой жұмысқа кіріп кете бересің, танысың, мына жаққа кіріп жүреді, мына жаққа кіріп жүреді, официант болып кетесің, мына жаққа кіріп кетесің, уақытқа кетіп қаласың деген сияқты. Сондай нәрсені жүресің. Или бір жерде қыздар болсаңдар, компьютердің алдында отырасыңдар, или кассада отырасыңдар, или офиста отырасыңдар, компьютердің алдында бүйтіп селфи арасында обед кезде бүйтіп суретке түсіп, сторис салып болды. Ал сол үшін, когда сен жассың, 16-дасың, 18-десің, лучше сол уақытыңды сен өз ісіңді табуға, өз жолыңды табуға арнау керексің сол уақытты. Ішу қуу деген ол нәрсе, ол это легкий путь и дұрыс емес путь, потому что ол нәрсе негізі адамдар қай кезде ішеді, когда олар бақытсыз болады. Наркотикті неге нетеді, потому что олар бақытсыз. Оларға бақытта келетін андай дәрілер керек болады, гормондар керек болады. Сол үшін оларды сол самодельный нәрсемен оята салады болды, и өмір құрайды. Сол үшін ол әңгіме ода емес. Просто сендерге бақытты болуды оларсыз ақта үйреніп алу керек та. Спортпен айналысу, путешествие деген нәрселер сендерді бақытты болу керек. И ол автоматын бақытты қылады, потому что табиғаттың сен бір бөлшегі болғаннан кейін сен в любом случае одан бақытты боласың да. В любом случае арақ та енді табиғаттікі ғой, енді бидайдың несі деп айтады да. Но ол адамның жасалған нәрсесі да, чтобы адамның сол гормондарын ояту үшін арнайы қоспамен жасалған нәрсе да. Сол үшін қайталамаңдар. Лучше қазір жассың ба, 16-дасың ба, 20-дасың ба, 21, 22, 23-десің ба, өзіңді қазір іздеуге просто құртшы, өз уақытын соған өзіңді іздеш.
өз ісіңді ізде да, немен айналысам деген сияқты план құр, мынаны жасап көр, мынаны жасап көр, рисковать етіп көр, тәуекел ет, любой нәрсеге тәуекел ете бер, потому что ешкім бас шауылмайды, оказывается. Мен басында ойладым, мен бір дұрыс жасамасам, мен басым шауылады, оказывается, олай емес екен вообще. Көрдіңдер ма? Ешқандай шырам да жоқ даже, ешкім тырысқан жоқ даже шабуға. И вот, ал потом сендер когда 30-ға дейін уже орнығып өз ісін тауып аласыңдар, дальше легче болады. Сол кезде успейте қыдыруға, соның барын жасауға, когда өз ана кәсіптеріңді, өз істеріңді бүкілін жүйеге қойып аласыңдар, содан кейін болды, сендер уже өмір сүріп бастайсыңдар. Просто когда сенде энергия бар, оны қыдыруға қатты энергия керек емес. Сен 30-да, если нормально жағдайың бұл жақсы болып тұрса, сен сол кезде де қыдыруға всегда энергия табасың. Допустим, сен бір сабаққа бару керек болса, ұйқың келіп тұрады, бүйтіп келіп тұрады. Ай сен таң атпай 8-де осы жаққа күш жерге осындай жерге барамыз, аквапаркке, ана жаққа, мына жаққа, общем любой нәрсе айтса, тұрып кетесің ғой. Вот сол сияқты адамға, миға вообще оңай энергияны резервтен алып шығады сразу. Өтірік шашау ғой барлығы. Сол үшін мен жас кезде кәрі кезде қыдырламаймын деген ой дұрыс емес. Сол үшін ерте өзіңді істеп баста да, өз ісіңді тап, өзіңді ізде, шұқы ішіңді не бар екен сияқты. Потому что оқу, когда универ оқытқан кезде, сенде уақыт бар да, 4 жыл ешқандай білім алмайсың в любом случае. Сен наука жақпен кетіп қалмасаң енді, но басқа ортада сен 4 жыл былай қабылдау керек, сен менде уақыт бар өз ісімді, өз жолын табуға. Универде неге көрдім шығып кетіп жатады, потому что олар универ кезінде өзін іздейді, это не мое дейді, шығып кете салады. Содан кейін ол тапты өз жолын, содан кейін Стив Джобстар кімдер неге шығып кетеді? Олар универ кезінде өзін іздетті, өзінің жолын таптыра, и сол жолмен кетіп қалды. Универдегі уақыт өз ісіңді, өз жолыңды табуға арналған уақыт. Ал білім алып, ондай нәрсе емес ол. Но білім однозначно кете береді ол нәрсе. Но негізгі мақсаты оның сендердің өз жолдарын табу. Қазір осы біткеннен кейін сендерге Дінмұхамед Қонаев атамыздың цитатысын қоям. Сол цитатаны қатты бастан оқи аламдар. Тәуекел етіңдер, жасай беріңдер, көріңдер барлығын. Жастық шақ пархат ету үшін емес, жұмыс істеу үшін берілген. Так что работайте, 21-ші күн. Давай. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I learn the same shit. How the hell am I different if we all... Видеоны бірінші рет қарап жатсаң, каналға тіркелмесең, каналға тіркеліп кет, потому что күнде осылай 85-ші күнге дейін жаңа видеолар, жаңа алған инсайттар барлығын бөлісіп отырамын. Комментарийға жаз, лайк бас, қолда репост жаса, репост самый дерзкий маған поддержка сол нәрсе. Так что давайте, өсіңдер, дамыңдар, дамуды тоқтатпаңдар.